Біз көбінесе ғимарат салуға құштармыз. Мешіт, медресе, мектеп. Ал-инсану қаблал буньян дейді. Адамды ғимараттан бұрын тұрғызып алыңдар дейді. Ғимараттың өзін тұрғызып, бірақ ішіндегі ол ғимараттың ішінде жүретін адамды біз тұлға қылып қалыптастыра алмасақ, онда ол ғимараттан не пайда? Ғимаратты 2-3 жылдың ішінде тұрғызып жерге болады ақша болса. Бірақ адамды тұлға қылып қалыптастыру үшін жылдар керек. Абай атамыз айтады, баланы оқыту бұл мал аяйтын жол емес дейді. Қайтатын ақшадан аямаңдар деген де сөз бар қазақта. Балаңа ақша салсаң, оқытсаң оны. Ертең ол балаңнан қайтады ол ақша. Жоқ дегенде ертең сауап болып қайтады, дұға болып қайтады да. Баламды мен медресеге біл деп бердім дейді. Шен алсын, қызмет қылсын деп бермедім дейді. Абай атамыз да баласын медресеге берген. Баламды мен медресеге біл деп бердім, шен алсын, қызмет қылсын деп бермедім. Өзімде төске шауып басқа өрледім, қазақта қара сөзге дес бермедім. Сөзіңді ұғарлық бір адам жоқ дейді. Түбінде мен тыныш жүргенді теріс көрмедім дейді. Мысалы көрім, Абай атамыз өзі Абай жолы эпопеясында бірінші Мұхтар Әуезов жазған кітапта бірінші бетін ашып қалған кезде қайтқанда дейді жаңа. Медреседен қайтып келе жатады 6 жыл оқып. Сол жерден басталады кітап. 4 томдық кітап. Адамға білім керек. Сол біліміне ақша салу керек. Сіз мысалға өзіңіздің балаңыз болмаса да біреудің баласына сала беріңіз. Бірақ ол бала ертең оқитын, ұлтқа қызмет жасайтын бала болсын. Сіз өзіңіз ойлаңыз. Балаға ақша салғасыз. 7-8 жылдан кейін ана бала жарқырап Қазақстанның көгінде жүреді да. Сіз үйде бір теледидардан соны көріп, тамашалап отырасыз. Сіздің ақшаңызға оққанда, сіз мәз-мәйрам болып отырасыз да. Ал Алланың алдындағы оның алып жатқан сауабынан сізге түсіп жатқан үлесті айтатын болсам, мүлдем санына шегіне жете алмайсың. Біздің бір ұстазымыз медреседе оққан кезде айтады, 6 жыл медреседе оққан кезде дейді, бізді дейді, медресе бақты дейді. Бірақ медресені кім бағып отыр дейді. Медресені мұсылмандардың арасындағы кәсіпкерлер бағып отыр дейді. Нахну фи сахифати туджар алладина анфақу дейді. Өзі үлкен шейх болып кеткен кісі қаншама шәкірт тәрбиелеп, қаншама әлемге уағыз, насихат таратып, адамдар тәрбиелеп отырған кісі сол айтады, менің дейді, сол оқу бітіргеннен кейінгі бүкіл амалдарымның барлығы сол медресеге 6 жыл бойы көмек берген ағайындарымның несінде, амал дәптерлерінде де жазылып жатыр дейді. Менің амал дәптерімде де бар дейді, менің сауаптарым. Және де менің сауаптарым оларға да кетіп жатыр дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бала оқыту бұл үлкен жұмыс, үлкен сауап.